Түрі қазақ, тілі шұбар, шала қазағынан құтыла алмай келе жатқан қоғамға бір сәлем. Малдың өзі бір үнмен маңырайды. 30 жылда ұлтқа жаны ашымаған, мінберде ана тілінде сөйлеуге арланған саясаткер сымақтарын қаншама. Қаласа да, қаламаса да қоғамның қазақтанғанын көргесін, енді сол сайқымазақтар ежіктеп болсын қазақша сөйлеп халыққа жақындамақ. Мен сізбен, сіз қарапайым халық. Ұлтқа, тілге жақынмын дегенде желеу еткендердің көксегені президенттің көтіне кірсе де жармасқан биліктің етегін уысынан шығармау. Кезінде Назарбаев деп сайраған биліктің бұлбұлдары қазір Тоқаевшыл бола қалған. Теңізде дауыл тұрғанда кемеде капитан ауыстырмайды. Солардың бірі Арман Шораев Гандонжан деп еркелеткен Ертісбаев. Сайлауға түспек бұл сабазынды қанша бақсаң да әлі күнге Кремльге қарап ұлиды. Низкий поклон и огромное спасибо Российской Федерации, российскому народу, президенту Российской Федерации. Нағыз сатқандық айналайын. Сонда не, Путин бізді жабылқады ма? Партиясына халықтық деген ат берген бұл сатқын Путилерді ашық қолдағаны өз алдына бізге батысты жау тек Ресейді дос санайды. Ресей тек Украинамен ғана соғысып отырған жоқ. Ол түгел батыспен солтүстік Атлант соғыс блогымен араздасып қақтығысып жатыр. Әй, коллаборант Ертісбаев, сонда оларсыз таңың атып күнің батпай ма? Әр жылдары мәдениет министрлігін басқарып маңдытпаған, президент кеңесшісі болып қатырмаған, одан Грузия мен Беларусьте елші болып тышпаған, төбесі қалмаған Ертісбаевтың енді парламентке келгені қалып бет. Өте жақсы репутация. Сіздің репутацияңыз таза деп ойлайсыз ба? Өте жақсы. Кешегі коммунизмнің көлеңкесінен арыла алмай жүрген бұл 200 адамның қазаққа жанашиды дегенге сенгендерді есектер дерем. Мұндай клоундар болған, әлі де бар, бола да береді. Еде, бастаса көзіміз байланбай, ұлтшыл мен бұлбұлдың ара жігін ажырата алсақ болғаны. Малдың монологын тағы да тыңдағың келсе, арнаға жазыл, чаттарға тарат.